1951 жылдың 30 маусымында Қазақ ССР министрлер кеңесі мен КОК орталық комитетінің шешімімен қазақ әдебиеті мен тарих ғылымындағы идеологиялық қателіктерді түзету туралы арнайы бұйрық қабылданды. Бұл бұйрық бойынша буржуазиялық ұлтшылдық идеяларды таратқан деп саналған қазақ әдебиеті оқулықтарының барлық басылымдарын мектептер мен оқу орындарынан алып тастау тапсырылды. Басты айып ұлттық көзқарасты дәріптеу және кеңестік идеологияға сай келмеу деп көрсетілді. Абай, Шәкәрім, Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатов сынды қайраткерлердің еңбектері оқулықтардан алынып тасталды. Оқулықтардың орнына марксизм-ленинизм қағидаларына негізделген жаңа бағдарламалар енгізілді. Бұл шешім кеңестік идеологиялық бақылаудың күшейгенін және ұлттық рухани мұраның шектелгенін айғақтады. 1951 жылғы бұл бұйрық қазақ мәдениеті мен әдебиетінің дамуына елеулі соққы болған кезең ретінде тарихта қалды.